Армысыздар, эфирде не жаңалық айдары. Студияда мен Жезес Әбілмансыр және студия қонағы тарих пәнінің мұғалімі, балаларды үйретуде үлкен еңбек сіңірген және менің ұстазым Докин Қанат ағай. Армысыз аға, өзіңізде не жаңалық? Шүкір амандық. Ауыл аймақ бала-шаға аман бәрінде. Докиндер әулетін ұстаздар династиясымен танимыз. Жалпы сіздің әулетіңіздегі ұстаздар династиясы қашан басталған? Менің өз дерегім бойынша біздің әулетімізде ұстаздар династиясы мына әкемнің апасы Мәпіш деген кісі болған, марқұм өмірден өтіп кетті. Шын есімі Марфуға. Ең бірінші жаңа біздің ұстаз династиясы сол кісіден басталады. Ол ең алғашқы осы 20-шы ғасырдың басында Ақтөбеде қазіргі мына Әлия Молдағұлова атындағы гуманитарлық училище, бұрын педучилище болып ашылған кезде сонда оқуға түскен, соның алғашқы түлегі. Жалпы енді бұл педагогика саласында, ұстаздық саласында біздің бабаларымыздың тарихы 19 ғасырдан басталады. Мына Ойыл өңірінде Естек деген ру болған, соның Оразымбет дейтін ұрпағынан тараған ұрпақтардан басталады. Оразымбеттен ең үлкені Күмісбай, Қамысбай, Мырзатай, Мырзабек дейтін 5 ұл тараған. Соның ең үлкені Күмісбайдың Меңдібай дейтін баласы осы 19 ғасырдың 60-шы жылдарында Ойыл өңірінде алғаш рет мектеп ашқан адам. Ол қазіргі кезде орны бар, өкінішті жағдай мемлекеттік қорғауға алынбаған. Сол кезеңнен басталады. Одан кейін енді оның ұрпақтарының ішінде осы марқұм әкемнің апасы жаңағы Мәпіш апай ұстаздық қызмет атқарған, еңбек демасына шыққанға дейін. Одан кейін менің әкем, енді одан кейін біздер, менің апаларым бар, барлығымыз қазір ұстаздық қызметті жалғастырып келе жатыр. Әкемнің немерелері. Докиндер әулетінің ұстаздық өтілімі жалпы қанша жылды құрайды? Енді біздің ата-бабамыздан бастайтын болсақ, арғатаны Меңдібайдан бастасақ, қазір 160-170 жылдың шамасындай болып қалды. Өйткені біздің Меңдібай атамыз Ыбырай Алтынсаринмен замандас болған, сол кісімен араласып тұрған. Жаңа қызыл мектеп, қызыл школды салдыратын кезде мына еденге төсейтін полдарын алдырып осы Ыбырай Алтынсарин көмектескен екен. Мына Башкирияның Уфа қаласынан түйемен алдыртқан екен. Ал енді осы әулетте қызмет еткендердің барлығының әрбір стажын бөлек-бөлек есептейтін болсақ, онда 350-400 жылдың жобасы болады шығар деп ойлаймын. Білуімше сіздің балаларыңыз ұстаз екен, ал сіз немерелеріңізге ұстаздықты дәріптейсіз бе? Менің балаларым медет үлкені, мысалы ол ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, негізі мамандығы қазір кванттық психолог болып жасайды. Одан кейінгі Саманта деген қызым бар, ол осы қалада мектепте мұғалім. Одан кейін Гүлім деген қызым бар, ол қазір енді баламен демалыста отыр, ол да мұғалім. Бабаларыңыздың шәкірттерді дәріптеуінде қандай бір ерекшеліктер болды? Роза дейтін апай болды, бізбен көрші болды. Сол кісі айтатын, мен бала күнімде сенің аталарыңды ертеректе көрдім деп. Сонда сол үшін айтуы бойынша енді жаңағы ауызша тарих ретінде алған нәрсе ғой. Біздің Меңдібай дейтін атамыз жаңағы мектеп салдырғаннан кейін мектепке шәкірт таңдауда сол кездегі әлеуметтік теңсіздікке көңіл бөлмеген екен. Ауылдағы, шағын маңдағы ауылдарды аралаған кезде жаңағы қолынан іс келетін, бойында қабілеті бар деген балалар таңдаған. Ол кедейдің баласы, байдың баласы деп бөлмеген. Сосын бір естуім, өзі ол енді жаңағы ислам дінін ұстанған адам ғой. Әрбір жұма сайын сол мектепте жақсы оқитын шәкірттеріне ақшалай өзінің қалтасына жаңағы ақша таратады. Қазіргі кезде не дейді? Стипендия дей ма, сондай ұстанған. Ерекшелігі сол деп ойлаймын. Бірінші халықтың балаларының тұрмыс тіршілігіне, әлеуметтік теңсіздікке қарамаған. Сосын бір естігенім жаңағы қол өнерге үйреткен екен сол мектепте. Ал өзіңізге келетін болсақ, сіз неге тарих пәнінен тәлімгер болуды таңдадыңыз? Мен тарих пәнінен мұғалім болуды таңдадым. Негізі мен осы Ақтөбе Жұбан оқу
университетіне түстім ғой оқуға. Сонда түскен кезде мен бастапқы түскенде археология факультетіне түскенмін. Негізі өзім таңдағаным сол еді. Бірақ бізде түскеннен кейін, бір жылдан кейін мына Ақтөбе Жұбанов университетінде мамандар жетіспеді, археология факультеті жабылып қалды да бізде тарих факультетін қосып жіберді. Сол аяқ астынан тарихшы болып шықтым. Сонда егер де тарихшы болмасаңыз, археолог болар едіңіз, иә? Мүмкін. Бала күнде арман негізінен тіс дәрігері болатын. Онымен енді әкем менің жаңа ер балдардың ішінде мына ұстаздық қызметімді сен жалғастыр деп көп не қылды, содан сол жолға түсуіме тура келді. Бір жағынан әкем де ақылын тыңдады. Сүйікті шәкірттеріңіз немесе үлкен жетістікке жеткен оқушыларыңыз бар ма? Бар ғой, әрине. Ол ұстаздық жолда мен мысалы 34-ші жылға кетіп бара жатыр. Жалпы осы педагог саласына қызмет еткенім бар. Мысалы Әнірова Венера деген бар. Осында жаңағы педагогикалық шеберлік орталығында өрлеуде жұмыс жасайды. Сосын біреу міне өздерін жетекшілік етіп жүрген Әлия Оразай журналист. Ол да біздің мектебіміздің түлектері. Жалпы бірнеше салада істеп жатыр. Мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттікте де жасайды біздің мектебдің шәкірттері. Кез келген салада да бар. Мына білім саласында қазіргі облыстық сапа департаменті бар. Онда да біздің мектебдің шәкірт жұмыс жасайды. Кемеш Асқар дейтін жігіт бар. Бірнеше салада бар, әрине. Мақтанышпен айта аламыз. Бабаларыңыздан қалған бір жәдігер бар ма? Біздің жәдігер есептейтініміз мына осы ата-бабаларымыздың мана мен айтқан салдырған мектебінің орны, соның 90-шы жылдардың соңында екен, марқұм әкем тірі кезінде барып басына фотоға түскен, мына суретті көрсете аламын мінекей, мына кітаптағы. Жалпы енді олардан жәдігер қалмаған себебі біздің ата-бабаларымыздың барлығы 37-ші жылы мына репрессия жылдарында халық жауы ретінде атылып кеткен. Менің атам Дөкі деп атаймыз ғой, шын аты негізі Жұмағали. Оның інісі Аманғали деген, Ахмедияр деген, Жұбай деген адамдар 5 ағайын жігіт атылған ғой. Олардың дүние мүлкінің барлығы тәркіленуге түскен. Содан енді осыдан бөтен жаңағы зат қалмады деп ойлаймын. Сіздің әулетіңіздегі ең алғаш болып мұғалімді таңдаған кім? Біздің әулетте ең алғаш мұғалім таңдаған менің Жанат дейтін апам бар, 60-шы жылы. Сол кісі. Одан кейін оның соңынан Гүлжанат деген апам 62-ші жылы, одан кейін Фарида дейтін 64-ші жылы, одан кейін мен 66-ші жылғы. Осы төртеуіміз мұғалім, одан кейін біздің балдарымыз сол кісілердің ұрпақтар жалғастырып кетіп жатыр. Сіз менің ағама, апаларыма және маған да білім беріп келе жатырсыз. Сіздің ойыңызша бұрынғы оқушылар мен қазіргі оқушылардың арасында қандай айырмашылық? Айырмашылық көп. Енді қазіргі мына заман технологияның өзгеруіне байланысты шығар деймін. Бұрынғы оқушылар кітапқа өс болды. Өйткені қазіргідей алаңдайтын телефон деген болған жоқ. Мысалы, кітапханаға жаңадан бір жақсы кітап келсе, сол кітапты кезекпен тұрып оқуға асығатын еді. Енді қазіргі балдарда да талапты балдар бар ғой ішінде. Бірақ енді сосын біздің кезімізде бір Кеңес одағы тұсында алғаш біздер қызмет еткен кезде мына оқушылар мемлекеттік саясаттың ішінде идеология ұстанды. Бір нақты идеологиясы бар. Ал қазіргі білім саласында мен өзім ойым бойынша бір нақты тұрақты идеология жоқ сияқты. Тәжірибелі педагог ретінде жас мамандарға қандай кеңестер берер едіңіз? Енді жас мамандарға кеңесім қазір біздің мектепте де бар ғой, біз істеп жатқан мектепте келген жас мамандар. Олар енді сол мамандық таңдағаннан кейін бұл педагогикалық мамандықтың қызық жағы да бар, қиындық жағы да бар. Соны жеңе білу керек. Ең бірінші мына ұжыммен бірге болу керек. Негізі айтайын деген. Қазір педагогика ғылымында оқытатын эстетикалық жағынан, өзін ұстау жағынан деген сияқты, адаммен қарым қатынасқа түсу жағынан болса, ең бірінші мәселе сол.
қарым қатынас жағы жақсы болу керек. Егер де сіз кітап жазсаңыз, ол кітап қалай аталар еді? Мен кітап жазам деген арманымда болған жоқ менің. Енді өткен өмір жөнінде жаңағы қағазға түсіріп жазып жүрмін ғой, бірақ енді оны өмір жолы дегеннен басқа білмеймін, енді басқа не қоюға болады. Оның ішінде ата бабалардың ұрпақтары жөнінде де қалады. Сіз тарих пәнінен мұғалімдер, тарихты жақсы меңгерген адам ретінде болашақ ұрпақтарға бабаларымыздың тарихта жіберген қателіктерін қайталамауға қандай кеңестер бересіз? Тарихта жіберген кеңестерді қайталамау үшін мен сабақ барысында өздеріңіз айтып жүрмін ғой, мына біздің қазіргі мектеп бағдарламасында оқытылып жатқан Қазақстан тарих пәніне өзгерістер енгізу керек. Оның ішінде көптеген шындықтар айтылмаған, мен сіздерге айттым. Шоқан Уәлиханов туралы мысалы жалпы айтылады, ал енді Шоқан Уәлиханов туралы мына марқұм жазушы Әнуар Әлімжановты 1978 жылы мына ақш-тың Юта штатында 6 ай неде болған екен, іссапарда болған. Сонда университетте лекция оқыған, сонда барған кезде архивте отырса 1880 жылдардың шамасы болу керек, бір ағылшын тілінде жазылған газеттің несін, туындысын тауып алды. Сонда орыс патшасына қазанама жазып қойыпты дейді. Сіздің атақты ғалымыңыз Шоқан Уәлихановтың қаза болуына байланысты көңіл айтамыз дейді. Ал енді бізде тарихта Шоқан Уәлиханов 1865 жылы қаза болды ғой. Ана газетте 1880 жылдар. Енді шындыққа жанаспайтын нәрсе, қаза болған адамға 20 жылдай уақыт өткеннен кейін қайырлысын айту, жаңа көңіл айту мүмкін емес деп ойлаймын. Бұны Әнуар Әлімжанов келгеннен айтқан, бірақ ол жағы енді тарихта енгізілген жоқ. Екінші нәрсе, Шоқан туралы, мына Шоқан Уәлиханов Тезек-Төренің ауылында қайтыс болғаннан кейін әке-шешесі алып кетуге келгенде сүйегін көрмеген екен. Темір табытқа салып, жаңағы ашылмайтын от болып тастаған. Әке-шешесі ішінде Шоқан сүйегі беріп жібереді. Сосын тағы бір нәрсе, Шоқан Уәлихановты жерлегеннен кейін 3 жылға дейін басына орыс әскерилері күзетіп қойған. Адам баруға рұқсат етпеген. Осындай ақпараттарды ескере отырып, сіз өзіңіз Қазақстан тарихын жазар ма едіңіз? Әлде сіздің ойыңызша бұл бізге Қазақстан тарихын жазу үшін қазіргі менің мына мектептегі беріп жүрген лауазымым жетпейді. Ол тарих несін жазу үшін қазіргі үкіметте тарих ғылымының кандидаты немесе тарихтың жаңағы докторы деген сияқты атақтар болу керек. Осы Халық ауданының әкімшілігі алдында бір маған өтініш жасады. Өйткені біздің қазіргі тұратын Үшқұдық ауылының тарихы жоқ екен. Мына Ақтөбенің энциклопедиясы облыстық жоқ, аудандық энциклопедия жоқ. Сосын маған өтініш жасап, осы 20-шы жылдардағы ауылдың тарихы жөнінде бір қағазға іздеп, онымен мына облыстық архивте мұрағаттан маған рұқсат еткен жоқ. Оның ішінде жаңа репрессия жылдарында осы біздің Ақтөбе облысында атылғандар жөнінде деректер бар деп, сосын міндетті түрде тарих ғылымының кандидаты кем дегенде атақ болу керек. Сонымен аяқсыз қалды. Жақсы аға, алтын уақытыңызды бөліп, сонау Алға ауданынан келіп, біздің студиямызға сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Салиқалы, келер ұрпаққа салиқалы сұхбат болды деген ойдамын. Ал құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Қош сау болыңыздар.